Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. 4 түлік малы сай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. Келе-келе түйелері болыпты. Өріс толған жылқылары болыпты. Ерназардың 8 ұлы болыпты. Бір жылы үлкен жұт болып, ел малын алысқа, отарға айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы да соның ішінде кетіпті. Бір қыстық азығын алып, кемпірі мен Ерназар үйінде қалыпты. Ерназардың 8 ұлы сол кеткеннен хабарсыз кетеді. Айлар өтеді, келмейді. Ерназардың азығы таусылады, ашығады, жейтін тамақ таппайды. Кемпірі екеуінің тұруға әлдері әрең келеді. Бір күні кешке жақын кемпірі төсегінен тұрып, үйінің түндігін ашады. Тұруға мұршасы келмей жатқан шал шаңыраққа қараса, шаңырақтың күлдіреуішінде керулі тұрған кербиенің төстігі көзіне түседі. Ерназар қуанып, есі шығады. Кемпір, сүйінші, кербиенің керулі тұрған төстігі майлы көрінеді. Бол, жылдам асып жіберші, дейді. Сөйтіп бұлар төстікті қазанға салады. Төстікті асып жеп, шал мен кемпір әлденеді. Ұзамай кемпір жүкті болады. Мезгілі толып босанады, бір ұл туады. Оның атын төстік жеген соң біткен бала деп төстік қойыпты. Төстік өзгеше бала болып өседі. 1 айда 1 жастағы баладай, 2 айда 2 жастағы баладай, 3 айда 3 жастағы баладай, 1 жылда 15-тегі жасөспірімдей болып, 2 жасында алысқан кісілердің алып ұратын бала болады. Садақ тартып үйренеді, тартқан садағын 9 қабат кетпеннен өткізеді. Аң аулап, құс атып, әкесі мен кемпір шешесін асырайды. Төстік бір күні ауылдың арасында отырған тарғақты садақпен тартып қалады. Садақ тарғақтың қанатын үзіп кетеді. Тарғақ жығылмай, бір қанатын сабалап қаша береді. Төстік ұстайын деп қуып жүреді. Сөйтіп жүргенде тарғақ бір кемпірдің өрмегінің үстінен қарғып өтеді. Қуып келе жатқан төстік те өрмектен секіреді. Сөйткенде төстіктің бір бақайы өрмекті іліп кетеді. Өрмектің бір сыпыра жібі үзіліп қалады. Өрмек тоқып отырған кемпір: «Алда ғана шешек-ай,